Claudia Azar, today I will teach you English lesson. Қалай Ажар, қалай деп болып жатсың? Жақсы. Жарайды, тамаша. Ендеше бүгін мен саған ағылшын тіліндегі грамматиканы айтатын боламын. Ағылшын тілінің ең басты грамматикасы, негіздің қалаушысы ол бізде to be. Яғни infinitive to be. Болу деген сөзді білдіреді аудармасында, тікелей аударатын болсақ. To be-ді мен саған қазір былайша қысқаша түсіндіріп кетейін, және сосын ережелерін жазып түсіндіретін боламын. Мысалға, мен оқушымын деп айту үшін I am a student дейсің, иә? Сен I a student дей алмайсың. Міне, бізде I, ол сен, иә? Ол мен деген сөзді білдіреді. I, мен. Am, оның екінші жұбы деп есепте. I am-сіз жүрмейді, түсінің бе? I am-сіз жүрмейді. A student дейсің. Қара. Student деген ол бізде оқушы. I am a student. Am дегеніміз ол бізде to be-ге жатады. Ол мына I деген сөздің жұбы, түсінің ба? Жұбы. I am-сіз жүрмейді. You деген сен. You сен. I мен. Сен she'сің, себебі сен қызсың. He болатын болса, ол ұлдарға айтылады. Біз екеуміз, we деп атыламыз. Ал мынау кітап it болады. It is a book. It is a book. He, she, it. Бұлардың to be-і бірдей да барлығының іші. Бұлардың is, бұлардың жұбы, түсінің ба? Мысал келтірейік. He is a doctor. Ол, he, ол, is-ді обязательно қоямыз. Доктор дейміз. Болымсыз болып түрім. Ол доктор емес дегенде қайтып айтамыз. Мұны біз is not дейміз. Бұл болымсыз түр. Бұл болымсыз түр. Ағылшындар қысқа сөйлеген адатта, сол үшін is not деп жүрмейді олар. Isn't дей салады. Қысқа isn't дей салады. Сонда мына сөздің қысқаша жазылуы he isn't. You деген сен, we деген біз, they деген олар. Бұған are деген қолданады. You are teacher. Сен мұғалімсің. You are not teacher дегеніміз сен Мұғалім емессің. Мұғалім емессің.